Жұмағұлова Сағила Абдуллаева. Бүгінгі педагогикалық технологиялар панорамалық негізгі оқушылар стеллариум және энтертайм бағдарламасы арқылы физика сабағын тиімді ұйымдастыру. Педагогикалық идеяның мақсаты заманауи технологиялардың басты артықшылықтарының бірі олардың жаппай қолжетімділігі. Виртуалды мұғалім қашан болсын, қай жерде болсын, балаға көмекке келуге дайын. Қазіргі заманғы технологиялар ілгерушілікті бақылауға және оқу барысын дербестілендіруге мүмкіндік бере отырып, жетістікке жету жолын айқындай түседі. Физика мен астрономияны меңгеруге болашаққа жол ашады. Міне сондықтан да виртуалды оқыту идеясының болашағы айтарлықтай зор көрінеді. Педагогикалық идеяның пайда болу себебі оқушы мүддесіне бағдарланған білім беруді қамтамасыз ету талабы, сабақ кезінде әр оқушыға назар бөлуге уақыттың тапшылығы, мұғалімнің білім берудегі рөлінің өзгеруі. Педагогикалық идеяның өзектілігі заманауи технологиялар білім беру материалдарға кез келген уақытта қол жеткізу мүмкіндігін білдіреді. Тіпті оқушылар өздеріне барынша қолайлы құралдар мен қажетті материалдарды алады. Технологиялардың арқасында осының барлығын жүзеге асыруға болады. Осы панорамалық сабақ түсіру кезінде мен 9-шы сынып оқушыларымен аспан сферасы және аспан координатасы жүйесі тақырыбында сабақ жүргіздім. Сабақтың негізгі мақсаты аспан сферасының негізгі элементтерін атау. Яғни сабақ барысында біз бірінші үй тапсырмасы балалар бөле берген тапсырмамен бейне жазу тапсырмасын элементтер оқытады. Екінші тапсырма әр топқа стеллариум бағдарламасы арқылы әр топтың өзінің жұмыс істеу тақырыбы болды. Одан кейін екінші тапсырма жеке жұмыс оқушылар осы тапсырма арқылы аспан сфераларының негізгі элементтерін атады. Жалпы сыныпта оқушылармен кері байланыс жүргізілді. Ең соңында негізгі үй тапсырмасы берілді. Аспан сферасы адамның ойша алынған құралы. Сабақтың басында бір оқушының айналатын креслоға отырғызып, сұрақ қою арқылы қай нүкте қозғалыссыз бір орында тұрады деген сабақтың миға шабуыл әдісін қолдана отырып, оқушыларға ой тастадым. Одан ары қарай сабақты видео көру арқылы оқушылардың сабаққа қойған сұрағын, сабаққа деген ынтасын арттырдым. Келесі үйге тапсырма бердім. Функционалдық сауаттылыққа байланысты оқушы үй жағдайында аспан сферасында бұрыштық қашықтарды өлшеу тапсырмасын эксперимент жағдайында жасады. Осы жасау арқылы оқушыларға сұрақ қойылды. Жады әдісі бойынша оқушылар жауабын мұқият тыңдап, кері байланыс беріп отырдым. Көптеген әділ тәсілдер сабағымда қолдандым. Сабағымның ерекшелігі осы сабақта стеллариум әдісі арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырдым. Сабақтың соңында бекіту тапсырмасы орындау үшін Word-Wall бағдарламасын пайдаланып сәйкестендірдім. Сабақ өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Сабақтың ықпал өтуіне оқушылар көп көмектесті.